Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бүгін өте дәмді болып шығатын үй жағдайында айран ұйытатын боламыз. Қараңыздаршы, қандай керемет болып шыққан. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ал бисмиллах деп бастаймыз. Бірінші сүтімізді қойып, жақсылап пісіріп алатын боламыз. Осылай сапырып пісірсеңіздер, айрандарыңыз өте қою, әдемі болып шығады. Осылайынан пісіріп алып, оны суытуға жібереміз. Суығаннан кейін бізге керек болатын кішкене айранымыздың үстіне 20% қаймағымызды қосып ұйытатын боламыз. Барлығына осылай кішкенеден салып шығамыз. Мен де осылай чайный ложкамен 2 чайный ложкадан салып шықтым. Одан кейін жаңағы жылымық сүтімізді қол күймейтіндей болу керек, салқындығы жылы сүт болу керек. Соны құйып, барлығын мен баклажкаларға құйып ұйытып шықтым. Сіздер банкілерге құйып ұйытсаңыздар да болады. Осылайынан барлығын құйып шығатын боламыз. Баклажкаларымызға құйып, екіншісіне құямын. Екіншісіне де көрсетейін. Екіншісіне де құйып, ауыздарын жабып, баклажкаларымызды жылы жерге орап қоятын боламыз. 3 сағат, 2 сағат тұрады менің айрандарым. Өйткені сүтім қатты ыстық емес, мұздайлау сүт болғандықтан көп тұрады. Осылайынан барлығын құйып, мінекей менің айрандарым барлығы тізіліп тұр. Енді осының үстінен осылай қалыңдау одеялды жауып қоятын боламыз. 3-4 сағат өткеннен кейін осылайынан жаңағы одеялымызды алып холодильникке жіберетін боламыз. Менде мынау кешегі айраным, құйып көрсетейін деп жатырмын сіздерге. Мінекей осылай құйып отбасыңызға ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді әрі қою айран шықты бізде. Жасап көріңіздер, жасап көрлеріңізге кеңес беремін. Ал бізге ас болсын. Сау саламатта болыңыздар.